Еліміздегі балалар арасында өкінішке қарай неврологиялық аурулар көбейіп барады. Тұқым қуалаушылық пен туа бітті патологияларда азаяр емес. Мұның себебі неде? Осы аптада елордада балалар нейрохирургтарының Евразиялық қауымдастығының екінші съезі өтті. Онда 15 мемлекеттен 250-ден астам маман барып осы сауалға жауап іздеді. Өйткені бастың, мидың, жұлынның ісіктері, омыртқаның жарақаттануы мен ми қан тамырларының аурулары әлемді алаңдатып отыр. Ең өкініштісі, балалар арасында күрделі ауру түрлері көп. Бүгінде жаһандық медицина диагнозды дәл анықтау мен ауруды емдеудің түр-түрін тәжірибеге енгізіп жатыр. Сол себептен әр елдің мамандары осы съезде өз тәжірибелерімен бөлісіп пікір алмасты. Жүйке жүйесінің ең күрделі патологиясы бар науқас балаға жасалып жатқан кезекті операция. Ұлттық нейрохирургия орталығында жыл сайын мыңдаған балаға осындай операция жасалады. Иненің ұшындағы өмірмен күрес кейде нәтижелі, кейде қайғылы аяқталады. Өйткені дерт көп, әсіресе туа бітті ауру түрлері азаяр емес. Балдардың арасында қазір нейрохирургический именно осы саладағы аурулар қазір жылдан жылға көбейіп келатыр. Ол біріншіден мәселе енді қазіргі жағдайлардың негізгі себептеріне байланысты деп ойлаймын. Ол авариялар, одан қалса ауаның, например, қазіргі бүгінгі күндегі жағдайлары, ішіп жеген тамақтарына байланысты. Неврологиялық аурулар мен дүние есігін ашатын сәбилер көбейген. Ми есігі, эпилепсия, сал ауруы, гидроцефалий тізе берсең кете береді. Бұған сап-сау болып өмірге келіп, жарақат алып, мүгедек болып қалып жатқан балаларды қосыңыз. Олардың да саны жыл өткен сайын артып жатыр дейді мамандар. Жоғары қабаттағы ғимараттан құлау, жол көлік апатына сал болып қалғандардың да қайта қатарға қосылуы екі талай. Дәрігерлерді алаңдатып отырған негізгі проблемалардың бірі осы. Больше стало травматизм, больше стали злокачественные. Көбі өмір бойына мүгедек болып қалады. Бұл жерде жауапкершілік күшеюі керек. Ал біздің тараптан қазір емдеудің тәсілдерін меңгеріп жатырмыз. Бүгін осы тәжірибемізбен бөлісуге үлкен мүмкіндік туып отыр. Дерттің көбеюіне не себеп? Заңды сауал. Әсіресе туа бітті ауру көп. Оған 400-ден астам ішкі сыртқы фактор әсер етеді екен. Әсіресе әйелдің жүктілік кезіндегі жағдайының ықпалы зор. Созылмалы жұқпалы аурулармен ауруы, дәрумендердің жетіспеушілігі, тиісті деңгейде күтінбеуі себеп. Британдық балалар нейрохирургия қарапайым қағиданың сақтану арқылы үлкен дерттің алдын алуға болады дейді. Бірақ оны жұрттың бәрі елеп, ескере бермейтіндері қынжылтады. Біз қазір дәрігерлер ауру түрлерін емдеуге күш салып жатырмыз, бірақ бұл жеткіліксіз. Мұнымен қоғам болып күресуіміз қажет. Бір қадам артқа шегініс жасап ойлансаңыз, көп сауалдың шешімі табылады. Мысалы, сәби сүйгісі келетін отбасы баланың дені сау болып өмірге келу үшін дайындалу керек. Айталық фолий қышқылын жүктіліктің алдында 3 ай бұрын қабылдаса, әйелдің ағзасы қажетті дәруменге қанық болады. Мұны міндеттеу қажет. Евразия қауымдастығының дәрігерлеріне ортақ проблема көп. Балалар нейрохирургтарының съезінде науқастарды емдеудің жаңа тәсілдері, ғылыми жобалар жайы талқыланды. Ақ халаттыларды алаңдатқан тағы бір мәселе эпилепсия. Өкінішке қарай жер бетінде бұл кеселмен ауыратын балалардың қатары артып отыр. Қазақстанда эпилепсия сырқатына 60 мыңнан астам адам шалдыққан. Солардың басым бөлігі, яғни 70% балалар. Ұзақ уақыт шипасы жоқ ауру саналған дертті емдеуде отандық медицинаның нәтижесі жаман емес. Құлан таза айығып шыққандар да бар. Солардың бірі Дана. Ол емханаға бұл жолы өз аяғымен келді. Осыдан 1,5 жыл бұрын аяғын баспақ түгілі қозғалта да алмайтын еді. Туғаннан талма ауруына шалдыққан Дананың дертіден деп қол аяғы жансыздан сұлық жатқан. Талып қала береді. Тіпті күніне 60 ретке дейін қайталанған. Қазір ол ұлттық нейрохирургия мамандарының көмегімен эпилепсияның ең ауыр түрін жеңген бүлдіршін. Осында келгенде жағдайы өте ауыр болатын. 1,5 жасына дейін басынан басқа мүшесі мүлдем қозғалмады. Орталықта қызма операция жасады. Содан кейін үлкен нәтижелерге қол жеткіздік. 2 жасында еңбектеді. 2,5-ға келгенде тәй-тәй басты. Қазір сөйлеп жүр. Дегенмен мидың созылмалы дертінің түрлері көп. Ми қызметі бұзылғандықтан құрысу ұстамалар қайталана беретін кеселдің жеңіл ауыр түрлері бар. Емдеу тәсілдері де бөлек. Халық арасында қояншыға талып кеткен сырқаттың бұрын мүлдем емі жоқтың. Қазір қазақ медицинасы қауіпті дерттің алдында дәрменсіз емес. Дегенмен әлі де шетелдік әріптестерінің тәжірибесі керек ақ. Съездің тағы бір тиімді тұсы осы. Айспен деген солардың дәрігерлерін, мұғалімдерін шақырып жатырмыз. Бұлар Америкадан, Бразилиядан, Израильдан, Германиядан келіп, солар осы съезді пайдаланып, солар біздің жастарды оқытады.
жас дәрігерлерді оқытады. Бүгін кешеден бастап мысалы біраз адамға біздің тегін орталықта консультация берді. Ол да ойлаймын өте пайдалы біздің жас мамандар үшін, жаңадан дамып жатқанына, балалар нейрохирургиясының саласы үшін өте керек деп аяғына тұрып кету үшін. Сондықтан бұл тек қана өзінің тәжірибесімен бөлісу емес, бұнда мектеп оқыту бізге ең тиімдісі осы болып тұр деп есептеймін. Дегенмен шетел асып ем іздейтіндердің қатары сиреген. Қазір ауру түрлерінің 95%-ын өзімізде емдеуге болады. Отандық мамандардың ендігі межесі ешкімді шетелге жібермей, керісінше шартараптан біздің медицинаға иек артуға мүмкіндік жасау. Асима Нұрбайқызы, Айдын Бекетаев, Апта.